Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пайдалы каркаде сусынын дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай каркаде гүлдері қажет болады. Бұл кез келген супермаркеттерден табылады. Ыдысымызға шамамен 15-20 граммдай каркаде гүлдерін саламыз. Үстінен салқын су құямыз. Мен 3 литр су қойдым. Толық қайнағанша отта ұстайтын боламыз. Үш тілім лимон және кептірілген жалбыз қоссаңыз, дәмі одан сайын өзгешелене түседі. Тоңазытқышта жүзім мен алхор бар екен. Оны да қоса салайын деп шештім. Ал сіздер қоспасаңыздар да болады. Сусынымыз қайнаған соң барлығын үстіне салып шығатын боламыз. Кептірілген жалбыз, яғни бұл мята. Сіздер де қолданып үлгермей қалған жалбыздарыңызды осылай кептіріп қоюға кеңес беремін. Видеода қарағаныңыздай, оны суға салсаң жасыл түске енді. Осылай кез келген сәтте қолдана берсеңіз болады. Сосын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстінен қант саласыздар. Шамамен 15-20 минуттың арасында қайнатып аламыз. Дайын болған каркаде сусынын суытып дастарханға ұсына берсеңіз болады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып тіркеліп, лайк басып қолдап қоюыңызды сұраймын.